4 үлкен жеңіс, 2 дуплет. КПЛдың бірінші туры көптеген қызықтарға толы болды. Бас бапкерлер өз командаларының қорғаныстағы ойынын тезірек ұмытқысы келетіні анық. Сіздермен доп ойнаған Азар арнасы және бұл Қазақстан премьер-лигасының бірінші тур ойындарына шолу. 3-0 есебіне қарап сіздер Ордабасы Шахтерді сенімді ұтты деп ойлауларыңыз мүмкін. Бірақ шымкенттіктер қорғаныста көптеген өрескел қателіктер жіберіп отырды. Бірінші таймда қарағандылықтар есепті өз пайдасына өзгертулеріне әбден болар еді. Алайда Дмитрий Непогодовтың қақпасына жақындағанда не ұялғандарынан, не қобалжығандарынан кеншілердің соққылары қақпа бағанасынан қисық ұшып жатты. Ордабасы қарсыластарының қақпасына одан да көп шабуылдарды жүргізді. Олардың да көптеген шабуылдары нәтижесіз болып жатты. Матчтың аяқталуына 20 минут қалғанда шымкенттіктер гол соғудың тәсілін тапты. Сөйтіп олар қарағандылықтарды 3 мәрте қапы қалдырды. Голдарды тек жаңадан келген ойыншылар ғана соқты. Олар болгариялық Лудогорецтен жалға алынған Жоао Пауло, дубль авторы және Май Махлангу. Ал оларға 3 мәрте ассист жасаған Алексей Щеткин. Жетісу өз алаңында Оқжетпесті еш қиындықсыз жеңді. Есеп 5-1. Әдетте талдықорғандықтар көп гол соқпайтын команда, бірақ сол матчта олардың әр соққысы нәтижелі болды. Соның арасына Ненад Адамовичтің қайшылап салған әдемі голын ерекше атап кетуге болады. Осындай үлкен жеңіс жетісулықтардың өзіне деген сенімдерін әбден күшейтуі мүмкін. Ал Андрей Карпович өзінің бас бапкер ретіндегі КПЛдегі дебютын тезірек ұмытқысы келетіні анық. Сол жексенбі күні Тобол өздерінің шаңырағында Ертісті 3-0 есебімен ойсырата ұтты. Айта кетерлік жағдай, павлодарлықтар қостанайлықтардан кем ойын көрсетпеді. Тоболдықтардың ұдайы жіберген қателіктерін пайдаланып, Ертіс бірнеше қауіпті шабуыл ұйымдастырып отырды. Бірақ бәрі сәтсіз. Өйткені олардың сапында Азат Нұрғалиев сияқты тәжірибелі де креативті футболшы жоқ еді. Азат сол күні айыппұл соққысынан керемет гол салды. Ал кейіннен дубль автор атанды. Осы матчтан кейін екі команданың бапкерлері өз командаларының қорғаныстағы ойыны жайлы бастарын қатыруы керек. Сенбілік футбол күні Алматыда Қайраттың жеңісімен басталды. Олар Таразды 2-0 есебімен ұтты. Айта кетерлік жағдай, қонақтар жергілікті командаға қарсы өзіндік бір құрметпен ойнағандай сезім қалдырды. Өйткені олар одан да жақсы нәтижемен үйлеріне қайтуларына болар еді. Соғылған 2 гол да міндетті емес еді және жалпы екі команданың көрсеткен ойын қисынына сәйкес келмейді. Қайраттың сапына жаңадан келген корейлік түк көзге түспеді. Тараздықтар көбірек табандылық танытқанда есеп мүлде басқа болар еді. Өткен жылдағыдай Қайсар өз алаңында минималды есеппен ұтылды. Ең өкініштісі қызылордалықтар жеңілуге лайық емес еді. Матчтың басында айыппұл соққысынан гол жіберіп алған Қайсар қалған 80 минут бойы Атыраудың қақпасын маңында өткізді. Алайда бірде-бір гол солуға шамалары келмеді. Алаң иелерінің тепкен доптары бірнеше рет қақпа бағанасынан қайтты. Кей сәттерде қақпашы Владимир Логиновский Атырауды құтқарып жатты. Жалпы осы матчқа қарап Қайсардың жоғарғы потенциалын байқауға болады. Олар үшін сезон қалай боларын әлі көре жатармыз. Өз қақпасына жылдам гол жіберіп алғандарына қарамастан, Қазақстан чемпионы Астана Ақтөбені оңайшылықпен ұтты. Астананың сапында хорватиялық футболшы Марин Томасовтың ойынын атап өткен абзал. Балқандық 4 голдың соғылуына өз үлесін қосты. Ал өзі 2 голдың авторы атанды. Бұл қарсыластықта Ақтөбе өте әлсіз команда ретінде көрінді. Қазіргі таңда екі команданың көрсететін ойын сапасы мен деңгейін салыстыруға келмейді. Осылай КПЛдың бірінші түрі аяқталып, жанкүйерлердің көңілінен шыққандай көрінеді. Алдыда болатын ойындардың да осылай қызықты болатынын тілейік. Ал сіздер қандай матчтарды көрдіңіздер? Қандай сәттер ұнады? Қазақстан премьер-лига ойындарына шолу айдары ұнады ма?
Унаса лайк басып, пікірлеріңізді астында комментке жазыңыздар. Сіздердің лайктарыңызға қарап, мен осындай видеолардың жасап жасамауымды білемін. Сау болыңыздар.